Ауыз суды үнемдеу керек. Үнемшіл болмасақ, жаңа нысандарды іске қосқанмен тапшылықты жоя алмаймыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев елдің әлеуметтік экономикалық мәселелер жөніндегі кеңейтілген кеңесте осыны қадап айтты. Сарапшылар Қазақстан 2050 жылға қарай суға өте мұқтаж елдердің санатына кіруі мүмкін деп болжам жасап отыр. Қазірдің өзінде 600 мыңнан астам адам сапалы ауыз суға зәру. Бұл ауыл ғана емес, қала халқы үшін де өте өзекті мәселе. Ірі шаһарлардың инфрақұрылымы жылдан жылға артып келе жатқан сұранысқа жауап бере алмай отыр. Тіпті Астананың өзінде су тапшылығы қатты сезіле бастады. Басты себеп құрылыстың көбеюі, деді президент. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Мен Абай облысы Семей қаласының Мұхтар Омарханұлы Әуезов атындағы педагогикалық колледжінің география пәні оқытушысы Сайранова Жансая Нұрланқызы боламын. Өздеріңіз білетіндей, қазіргі таңдағы дүние жүзіндегі ең басты мәселелердің бірі ғаламдық су тапшылығы мәселесі. Су тіршілік көзі. Қазіргі таңда халқымыз осы тіршілік көзін тиімсіз пайдаланып жатыр. Бұл барлығымызға мәлім жайт. Қазақстан аумағының көп аймақтарында осы су тапшылығы мәселесі байқалып жатыр. Соның бірі Павлодар қаласы, Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы. Бұл жерлерде не себепті су тапшылығы жүріп жатыр? Өзіміз білетіндей, осы аймақтарды қамтып жатқан Ертіс өзені арқылы біз осы жерлерді суландырып, сумен қамтамасыз етіп отырмыз. Егістікке, шаруашылыққа, сонымен қатар адам қолданысына көп мөлшерде су кеткендіктен су тапшылығы мәселесі қазіргі таңда белең алып отыр. Ендігі кезекте суды үнемді пайдалану жолдарын атап өтсек, ең бірінші барлығымызға белгілі тамшыландырып суғару жүйесі. Тамшыландырып суғару жүйесі дегеніміз не десек, яғни егістік алқаптарды, ауыл шаруашылық аймақтарын суғарған кезде суларды бірден топыраққа емес, өсімдіктің тікелей тамырына құйып суғару, яғни тамшылатып суғару дегеніміз осы. Келесі кезекте суды үнемді пайдаланудың тағы бір жолы жаңбырлатып суғару жүйесі. Яғни бұл дегеніміз табиғи жаңбыр құбылысы арқылы емес, жасанды жаңбыр құбылыстары арқылы егістік жерлерді суғару, оларды құнарландыру. Пайдаланудың тағы бір жолы лазерлік тегістеу жүйесі. Яғни лазерлік тегістеу дегеніміз дәл осы егістік алқаптарын барлығымыз білетіндей жер бедері барлығы бір деңгейде болмайды. Дәл сол сияқты егістік жерлерінде де шұңқырлар кездесуі мүмкін, немесе биіктік жерлер де кездесуі мүмкін. Яғни осындай жерлерді азайту, осындай жерлерді тегістеу мақсатында лазерлік технологияларды қолдану. Қорытындылай келе, қоршаған ортаны қорғау, қоршаған ортаны аялау әр адамның парызы.